Сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым? Бүгін мен сіздерге жылан туралы бірнеше аңыздар оқып беремін. Каналға жазылып, лайк басуларыңызды естеріңізге саламын. Жыланның басына ақ құйып шығару. Ертеде бір кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Ол сиырын сауып, сүтін сатып күнелтеді екен. Бірде сауған сүтінің азая беретінін байқайды. Кемпір мұның себебін біле алмайды. Бір күні әдеттегідей сүтін сауып үйіне әкеледі де, сиырды өріске қосу үшін сыртқа шығып кетеді. Жолда бір затын ұмытып қайтып айналып келсе, сүтін жыландар ішіп жатыр екен. Кемпір шошып кетеді. Бірақ олардың сүтті сүйсіне ішкенін көріп, мейірімі оянады. Шелектің іші терең болғасын, кішкене жыландар сүтті іше алмай қиналып жатыр екен. Кемпір ертесіне сүтін ыдысқа құйып, жыланның ініне өзі апарып қояды. Кешке ыдысын алуға барса, ішінде 2 ділдә алтын жатады. Кемпір теңгелерді үйіне келіп сақтай береді. Біраз күн өткен соң, алтын ақшасына 3 бұзаулы сиыр сатып алады. Жаман лашығын түзеп, үйіне жасау жабдық алады. Кемпірдің алтын тасып жүргенін көршісі байқап, қан қайтып келеді. Хан кемпірді алдыртып, «Алтынды қайдан алып жүрсің, айт, әйтпесе өлтіремін», деп қорқытады. Кемпір шынын айтады. Хан нөкерлерін ертіп, жыланның ұясын қаза бастайды. Бірақ қанша қазса да алтын таппапты. Хан ызаланып, шұңқырға өзі түсіп қазады. Бір кезде күрегі қатты затқа тиеді. Қараса, сандық екен. Алтын екен деп қуанып кетеді. Сандықты ашқанда қаптаған жылан шығады. Олар ханды шағып өлтіреді. Нөкерлер мұны көріп қаша жөнеледі. Ханның бір ақылды уәзірі бар екен. Ол жыланда жақсылықты біледі. Жылы-жылы сөйлесең, жыланынан шығады. Басына ақ құйсаң, алтынды өзі-ақ әкеліп беретін еді. Осынша қазған шұңқыр енді өзіңнің көріңе айналды, деп ханды көміп тастапты. Содан бастап ел арасында үйге кірген жыланға ақ құй береке келеді деген түсінік қалыпты. Жыланның пейіштен қуылуы. Әзелде жылан пейіштің күзетшісі болған екен. Ол кезде оның бойы түйедей биік, денесі жақұттан, көздері лағылдан еді. Арқасында алтыннан 2 қанаты болатын. Күмістей жалы желбіреп тұратын. Бір күні оны әбіліс азғырып, «Әй жылан, менің әкем әбілет жылан еді, шешем тәбілет шаян еді. Мен адамның кесірінен Құдайдың рақымынан құр қалдым. Туыстық ақым үшін кек алуға көмектес. Мен адамды құртып, Құдайдың дәргейіне қайта келсем, сағанда бір пайдам тиер», дейді. Жылан ібілістің сөзіне иланады. Адамға опастық жасауға көніп, «Не көмек қажет?» деп сұрайды. «Мені тіліңнің астына жасырып, Хауа-ананың жанына апар, өзім айла қыламын», дейді. Жылан мақұл көреді. Аузын ашқанда ібіліс лып етіп тілінің астына жасырынады. Сөйтіп, жылан болып сөйлеп, Хауа-ананы азғырады. Бірақ залым ібілістің ойлаған ойы іске аспайды, Хауа-ананы азғыра алмайды. Жыланның осы ісі үшін Құдай оны жазалайды. Оны барлық құрметпен ғизаттан айырады. Аяқ қолы мен қанатын қырқады. Ризық бермейді. Ирелеңдеп жүргізеді. Ібіліс паналаған тілінің астынан у шығарады. Жыланның сырқаты. Нұх пайғамбардың кемесін тышқан теседі. Тесілген жерден су кіре бастайды. Барлық жануар үрке қашып, азан-қазан болады. Нұх тесікті қалай бітерін білмей қиналады.
Сол кезде жылан келіп: «Мен құйрығымды соғып тесікті бітейін, бірақ шартым бар, маған ризық тауып бересің», дейді. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болған еді. Ібілістің тілін еріп, жұмақтан қулады. Жазасы ретінде Тәңірі оған ризық бермепті. Сондықтан жейтін ас таппай азап шегіп жүрген екен. Пайғамбар шартын орындауға келіседі. Жылан бүкіл денесімен тесікті бітеп, кемені аман сақтайды. Құйрығы ұзақ уақыт мұздай суда жатқандықтан денесін суық жайлады. Жылан денесінің мұздай болатыны осыдан қалыпты. Оның үнемі алтын жерді мекендеп, алтынның буына денесін қыздырып жататыны осыдан екен.